Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүтсіз, айрансыз, тек қана кәдімгі суға еленетін және өте дәмді болып шығатын белешейдің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырына жылы су, ашытқымызды, қантымызды, тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп отырып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен елейтін боламыз. Қамырымыз сәл дайын болып қалғанда үстіне 2 ас қасық шемішке майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысу керек. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет және жуаны кубиктап турап үстіне салатын боламын. Қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Менде тұз және қара бұрыш қосып жақсылап араластырып аламын. Қамыр көтерілгеннен кейін қолымызды майлап аламыз да, қамырымызды баспаймыз, өзімізге керек бөлшектерге осылайынан видеодағыдай қысып отырып шығарып алып отыратын боламыз. Одан кейін қоятын ыдысымыздың үстін майлап алыңыздар міндетті түрде. Одан кейін шариктеп домалатып жаңа қамырларымызды қойып шығатын боламыз. Керек бөлшектерге есептеп бөліп алсаңыздар болады, немесе көз мөлшермен жасасаңыздар да болады. Бетін жауып қойыңыздар, қамырларымыз кеуіп қалмасын. Одан кейін осылайынан түйіп бастаған қамырдан бастап алып қолымызбен жайып шығамыз және осылайынан түйіп аламыз. Видеода барлығы анық көрсетіліп тұр. Осылайынан кезек-кезегімен қолымызбен жайып отырып, фаршымызды салып, яғни салмамызды осылайынан видеодағыдай түйіп алатын боламыз. Дәл осы кезде майларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. Орташа отта майларыңызды қыздырасыздар. Қатты отта емес, орташа отта қызған майға барып қуырасыздар. Қуырар алдында жаңағы басып шыққан, түйіп шыққан белешелеріңізді қайтадан қолдарыңызды кішкене майлап алып, егер құрғақ болса, видеодағыдай фаршыңызды ішіндегісін жайып, тесіп алмай, өстіп жұқалап, біркелкі қылып жайып шығасыздар. Одан кейін орташа отта, яғни қызып тұрған майда осылайынан қып-қызыл болғанша қуырып аласыздар. Арасы ешқандай да шикі болмайды. Дәмі өте дәмді және сочный болып шығады. Керек заттардың барлығын құрамын видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жақтан оқып көріп алсаңыздар болады. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұдан да неше түрлі күшті рецепттер шығатын болады. Алдағы уақытта колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге видео салынған сайын уведомление келіп тұратын болады. Мінекей, осымен біздің белешелеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді, баршаңызға ас болсын.